сәлем достар, Насидолқа арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде мұғалімнің 3-ші бөлімі болатын болады. Арнама тіркеліп, лайктарыңызды басып, подписканы басып, басқа ұмытпаңыздар. Және 5 подписчик етіппіз. Рахмет көп сіздерге. Алғысымды айтамын. Енді тезірек 645-ке жетейік. Достар, точно біз сериалымызды бастайық. Таң атқан соң. Так, ұйқымнан тұрайын. Так, бүгін мынаны емес, басқа киім киінші. Бір киімді киіп, уже жалығып та кеттім. Так, осы киім анам сыйлап еді. Өте әдемі екен. Так, енді шашымды тарап алайын. Менде бүгінгі жоспар. Қазір сол таңғы асымды ішіп, мектепке баратын боламын. Так, крем жағып алайын. Так, спрей. Болды. Енді кеттім. Әдемі болып қалды. Кеттік. Мен ойлап тұрмын. Мен мына мектептен кетемін. Себебі бұл мектеп маған ұнамады. Бір ай осы мектепте жұмыс істеп көрейін. Сосын басқа үлкен мектепке көшемін. Банан жей салайын. Ал манас болсын. Оқушылары да жаман. Тыңдамайды айтқанды. Мүмкін мен дөрекі болғаннан ба, или өзінше болғаннан ба. Жарайды, мектепке барайын. Қазір қандай сабақ? Бізде қазақ тілі. Жақсы, қазақ тілін кім беретін еді? Сіз бересіз ғой? Иә. Жақсы. Сендерге не бердім? Апай, әлі қоңырау ғой. Өзіне сұрау керек пе? Үзілісте. Сұраса не болыпты? Қысыл апай ғой, немесіңші? Жарайды болыпты. Үйге сіз ереже жатуға бергенсіз. Болды ма? Иә, вроде солай ереже жаттау деп тұрды күнделік кезінде. Не? Ал кім жаттап келді? Бай бір қайталап алайын. Жақсы, сен қайталап алам дегенше басқалардан сұрай берейік. Кім айнан? Апай айтсам бола ма? Әрине кел. Ал заттың атын сынын білдіретін сөз табын. Зат есімдейміз. Мысалға кітап, алма, қалам, тағы басқа. Жақсы, отыр. 4. Апай, ол жақсы айтты ғой, неге оған 4 қойдыңыз? Шаруам болмасын. Отыр. Жақсы. Ал, егер сендер айтпайтын болсаңдар, мен сендерге 5 балдан көте саламын. Апай, айтайын. Талап болдым. Жақсы, жоқ ел. Кім-де-кім ұмытып қалады 2 бал. Жарайды. Заттың атын білдіретін сөз табын. Зат есімдейміз. Мысалға, тақта, ручка, және көбелек. Мұның барлығы зат есімге жатады. Зат есімнің сұрақтары не
Кім не деп қойлады. Жарайды. Саған 5. Рахмет, апай. Қане, енді отырыңдар. Отырыңқ. Бүгінгі тақырып қандай, апай? Бүгінгі тақырып біздің сын есім жазамыз. Сын есім. Ой, дұрыстап жазыңдар. Не қайдам сұртетін. Дұрыстап жазсаңдар мені. Бұның кім жазын? Дұрысы жазбайсыздар ма? Нема жазбарын дұрыстаңдар. Апай, мен жаздым. Ой, өтір айтады, мен жаздым. Да, анекелерін тұрыңдар. Апай, кесірім сұрыңыз. Соғысы? Не болайын жасасына не маңтан түсініпсіз? Қане, жүріңдер директорға апайды. Жоқ, сапырмаңызша өтініш. Енді одан кейін біз мүлде қайталамаймыз. Шын түсіріміз. Өтініш. Өтініш. Жарайды. Шақырмасам, шақырмай қояйын. Түсіндіңдер ме? Енді оның кейін қайталайтын болсаңдар, менен аяушылық күтпейіндер, ұқтыңдар ма? Жақсы, рахмет, кешіремін сіздер. Қане енді отырыңдар, орындарыңа. Сосын егер келесі жолды үй тапсырмасын орындап келетін болсаңдар, сіздеріңе 2 қылдырып 5 көбейтіп беріп. Жарайды, апай, біз сонда үй жұмысын орындап келеміз. Жақсы. Қане қазір кітаптың бетінде ереже тұр. Соны 5 минуттың ішінде жаттаңдар да, сосын маған айтып бересіңдер. Жақсы. Ой, оп-оңай екен. Жаттап алайын мұнда. Мен де ғой жаттап алам қазір-ақ. Достар, сіздерге осы мұғалімінің 3-ші бөлімінің басқар материалы лайктарыңыз болса, колокольчикті басып лайктарыңыз болса, подписканы басып, достарыңызға бөлісіп, комментарий жазуды ұмытпаңыз, және де тез 600 подписчикке жетейік. Достар, сау болыңыздар.